Құрметті көрермендер, лайк басып арнамызға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет. Күздің соңғы айы еді. Аспанда қара бұлт торлап, жаңбыр толассыз жауып тұрған. Қараңғы түнді анда-санда жарқ еткен найзағай ғана жарықтандырып қояды. Ерлан рөлде отыр. Қасында жұбайы Айсәуле. Артқы орындықта 2 жасар егіз ұлдары Әли мен Әмір тәтті ұйқыда. Ерлан, жол тайғақ болып кетті, баяуырақ шышы, деді Айсәуле алаңдап. Қорықпа, аз қалды ауылға жетеміз, деп жымиды Ерлан. Айсәуле артына бұрылып ұлдарының үстін жауып қойды. Екеуі де шашап қалыпты. Бүгін ата жесін көргеніне қатты қуанды ғой, деді Ерлан. Айсәуле үнсіз күлімсіреді. Біз қандай бақыттымыз. Бұл олардың бір-біріне айтқан соңғы сөздері еді. Қарсы бағыттан жүйткіп келе жатқан жүк көлігінің жүргізушісі рөлде қалып кеткен болатын. Кенет жақыраған жарық, қатты тежелген дөңгелектің ащы үні, құлақ тұндырар соққы. Көлік бірнеше рет аударылып барып тоқтады. Жаңбыр тоқтар емес. Жедел жәрдем келгенде Ерлан мен Айсәуленің жүрегі соқпай қалған еді. Ал көліктің артқы жағынан әлсіз сәби дауысы естілді. Балалар тірі, деп айқайлады құтқарушылар. Екі бүлдіршін қорыққаннан жылап жатыр екен. Оларды дереу ауруханаға жеткізді. Бірнеше күннен кейін дәрігер: балалардың жағдайы жақсы, бірақ енді олар жетім қалды, деді. Бұл сөз бүкіл ауылға тез тарады. Ерлан мен Айсәулені соңғы сапарға шығарып салуға ауыл түгел жиналды. Екі кішкентай бала ештеңе түсінбейді. Бірі айналасына аң-таң қарап тұр. Екіншісі анасын іздегендей есік жаққа қайта-қайта қарай береді. Жиналғандардың көзінен жас парлады. Неткен ауыр тағдыр. Бейкүнә балалар-ай. 40 күн өткен соң барлық туыстар бас қосты. Әркімнің өз отбасы, өз тұрмысы, өз қиындығы бар еді. Екеуін бірге алатын жағдайым жоқ. Біз жалдамалы үйдеміз. Денсаулығым көтермейді. Бірінен соң бірі түрлі себеп айтылды. Балалардың әжесі ғана үнсіз жылады. Немерелерінді бөтен жерге бермеңдерші. Бірақ ешкім үндемеді. Ақыры қорғаншылық бөлімінің қызметкері ауыр күрсініп: уақыт созуға болмайды. Балаларды уақытша балалар үйіне орналастырамыз. Кейін лайықты отбасы табылса асырап алады, деді. Бұл сөз бәрінің жүрегіне пышақ болып қадалды. Келесі күні таңертең әлеуметтік қызметтің көлігі үй алдына келіп тоқтады. Әли мен Әмір аулада бірге ойнап жүрген. Олар көлікке қуана жүгірді. Серуенге барамыз деп ойлады. Әжесі екеуін құшақтап қайта-қайта бетінен сүйді. Құлыным, аман болыңдар. Көз жасын тия алмады. Көлік қозғалғанда әже артынан ұзақ қарап тұрды. Ол сол сәтте немерелерін соңғы рет бірге көріп тұрғанын сезбеген еді. Балалар үйінің үлкен темір қақпасы баяу ашылды. Іште ондаған бала ойнап жүр. Тәрбиеші егіздерді қарсы алып, қолдарынан жетектеді. Ал Әли мен Әмір бір-бірінің қолын қатты қысып алған. Сол күннен бастап олар үшін бөтен әлем басталды. Бірақ олар бір ғана нәрсені білді. Қандай жағдай болса да екеуі бірге еді. Олар әлі тағдырдың ең ауыр сынағы алда тұрғанын білмейтін. Балалар үйіне келгендеріне 3 ай болды. Әли мен Әмір алғашында ешкіммен араласпады. Күнде кешке бір төсекте қатар жатып, аналарының әлдилегенін сағынғандай бір-біріне тығыла түсетін. Анашым қашан келеді деп сұрайтын Әли. Әмір үндемей ағасының қолын ұстайтын. Тәрбиеші Гүлнәр апай олардың сөзін естіген сайын сыртқа шығып көз жасын сүртетін. Құдайым, мына балаларды айырмаса екен деп іштей тілейтін. Бір күні балалар үйіне сәнді көлік келіп тоқтады. Көліктен 40-тар шамасындағы ерлі зайыпты түсті. Ер адамның аты Дәурен, әйелі Мадина. Олар көп жылдан бері сәби сүйе алмай жүрген еді. Балалар үйінің директоры оларды ішке бастап кірді. Қандай жастағы бала іздеп жүрсіздер деп сұрады директор. 2-3 жастағы ұл бала болса, деді Мадина. Балалар ойнап жүрген бөлмеге кіргенде Әмір қолындағы сынған машинаны жөндеп отыр екен. Ол басын көтеріп Мадинаға күлімсіреді. Сол бір күлкі әйелдің жүрегіне бірден жол тапты. Дәурен, қарашы, деді сыбырлап. Дәурен де үнсіз басын изеді. Осы баланы асырап алсақ қайтеді? Директор бір сәт үнсіз қалды. Оның егіз бауыры бар. Екеуін бірге ала алмаймыз, деді Дәурен ауыр күрсініп. Жағдайымыз бір балаға ғана жетеді. Бұл сөз директордың жүрегін ауыртты. Олар ешқашан бір-бірінен ажырамаған. Білемін, бірақ біздің қолымыздан келетіні осы ғана. Бір аптадан кейін барлық құжат дайын болды. Мадина Әмірге жаңа киім алып келді. Бүгіннен бастап сен біздің ұлымыз боласың. Әмір ештеңе түсінбей күлімсіреді. Бірақ киіне бастағанда Әли жүгіріп келді. Әмір қайда барады? Ешкім жауап бере алмады. Тек тәрбиеші еңкейіп: "Інің жаңа үйге барады балам." "Мен де барам." "Жоқ." Әли бауырының қолынан тас қылып ұстап алды. "Біз бірге барамыз." Кішкентай Әмір де ағасын құшақтап жылай бастады. Балалар ендеуі тәрбиешілердің бәрі көздеріне жас алды. Мадина да шыдай алмай жылап жіберді. "Дәурен,
Екеуін бірге алайықшы. Дәурен үнсіз қалды. Қалаймын, бірақ мүмкін емес. Ақыры тәрбиешілер балаларының қолын әрең ажыратты. Әмір 891 есікке қарай кетіп бара жатып, қайта-қайта артына қарай берді. Әли. Бұл оның бауырына айтқан соңғы сөзі болды. Әли бар даусымен: «Әмір, кетпе, мен де барам», деп жылақ қала берді. Көлік балалар үйінің қақпасынан шығып кеткенше Әли соңынан жүгірді. Құлап қалды. Орнынан қайта тұрды, бірақ көлік көзден ғайып болды. Сол күні кешке Әли бірінші рет жалғыз ұйықтады. Төсектің екінші жағы бос тұрды. Ол қолын созып бауырын іздеді, бірақ ешкім жоқ еді. Сол түні екі бауыр екі жерде жатып, бір-бірін сағынып ұйықтап кетті. Екеуі де бұл айырылысудың 28 жылға созылатынын қайдан білсін? Әмір кеткеннен кейін балалар үйі Әли үшін тым үлкен, тым суық болып көрінді. Бұрын бірге ойнайтын бұрышқа енді жалғыз баратын. Тамақ ішкенде қарсы алдындағы бос орындыққа қарап отырып қалатын. Ұйықтарда қолын созып бауырын іздейтін. Бірақ ешкім жоқ еді. Күндердің күнінде Гүлнар апай оның жанына келді. «Әли, бүгін саған қонақтар келеді. Әмір келе ме?» Тәрбиеші үнсіз қалды. Көзіндегі мұң бәрін айтып тұрды. «Жоқ, балам». Әли басын төмен түсірді. Түске қарай балалар үйіне ескі көлік келіп тоқтады. Көліктен қарапайым киінген ерлі зайыпты түсті. Ер адамның аты Нұрлан, жұбайы Күләш. Екеуі ауылда мал бағып, еңбекпен күн көретін жандар еді. Өздерінің бір қыздары болған, бірақ бірнеше жыл бұрын ауыр дерттен айырылып қалған. Содан бері үйлерінен күлкі кеткен. Күләш балалардың ойнап жүргенін көріп, көз жасын әрең тиді. «Бір баланың өміріне жылулық сыйлайық», деді ол. Директор оларды Әлиге алып келді. Әли бұрышта үнсіз отырып, қолындағы ескі ойыншық мәшинені айналдырып отыр екен. «Сәлем, Батыр», деді Нұрлан. Әли үндемеді. «Атың кім?» «Әли». «Ізбен бірге ауылға бардың келе ме?» Әли бірден сұрақ қойды. «Әмірде бара ма?» Күләштің жүрегі шымете қалды. «Жоқ, құлыным. Онда мен де бармаймын». Осы сөзден кейін бөлме ішін үнсіздік басты. Кешке қарай Гүлнар апай Әлиді құшағына алды. «Балам, сенің бауырым жақсы адамдардың қолында. Сен де жақсы отбасыға барасың». «Ол мені іздей ме?» «Іздейді. Біз кездесеміз бе?» Гүлнар апай жауап бере алмады. Кек маңдайынан сүйіп, «Тағдыр жазса, міндетті түрде кездесесіңдер», деді. Бірнеше күннен кейін барлық құжат рәсімделді. Әлидің кішкентай сөмкесіне екі ақзат салынды. Бір жұп киімі және анасының көліктен аман қалған кішкентай суреті. Ол суретті ешқашан қолынан тастамайтын. Балалар үйінің қақпасынан шығарда Әли соңғы рет артына қарады. Осы аулада ол бауырынан айырылған еді. «Қош бол, Әмір», деп сыбырлады. Ауылға жеткенде оны мүлде басқа өмір күтіп тұрды. Саманнан салынған шағын үй, қорадағы сиырдың мөңіреген даусы, қойлар, тауықтар, таза ауа. Күләш оның қолынан ұстап: «Міне балам, енді осы үй сенің үйің», деді. Әли үндемей басын изеді. Ол әлі ешкімді әке де, ана да деп атай алмады. Сол түні Күләш есіктің саңлауынан қарап тұрды. Әли түсінде: «Әмір, кетпе, мені тастама», деп жылап жатыр екен. Күләш көзіне жас алды. «Құлыным, сенің жараңды уақыт қана емдейді». Ал дәл сол сәтте жүздеген шақырым алыстағы қалада Әмір жаңа бөлмесінде ұйықтай алмай терезеге қарап отыр еді. Ол да түсініксіз бір сағынышты сезінді. Бір нәрсенің жетіспейтінін ғана білетін, бірақ оның не екенін әлі түсінбейтін. Екі бауыр, екі қала, екі түрлі тағдыр. Алайда екеуін байланыстырып тұрған көзге көрінбейтін жіп әлі үзілмеген еді. Әли ауылға келгеніне бір ай болды. Алғашқы күндері ешкіммен сөйлеспейтін. Таңертең ояна сала үйдің бұрыштарын аралап шығатын, бірдеңені іздейтіндей. Бір күні Күләш оның қасына келіп: «Нені іздеп жүрсің, балам?» деп сұрады. Әли төмен қарап: «Әмірді». Күләштің көзіне еріксіз жас келді. «Ол бір күні келеді ме?» «Білмеймін, құлыным, бірақ сен жалғыз емессің». Әли ештеңе демеді. Ал қалада Әмірдің өмірі мүлде басқаша басталды. Мадина оны ең жақсы балабақшаға берді. Жаңа киімдер, әдемі ойыншықтар, үлкен бөлме. Бірақ Әмір ешқайсына қызықпайтын. Түнде жастығын құшақтап ұйықтайтын. Бір күні Мадина: «Неге көңілсізсің, балам?» деп сұрады. «Ағам қайда?» Бұл сұрақ әйелдің жүрегін ауыртып жіберді. Ол басқа үйде тұрады. «Неге біз бірге тұрмаймыз?» Мадина жауап бере алмады. Тек Әмірді құшағына қысып үнсіз жылады. Жылдар өте бастады. Әли ауыл өміріне біртіндеп үйренді. Нұрлан оған қозы бағуды, атқа мінуді, еңбек етуді үйретті. Ер азаматтың ең үлкен байлығы адал еңбегі дейтін ол. Әли барынтасымен тыңдайтын. Күләш болса оның киімін жуып, сүйікті тамағын жасап, әр кеш сайын ертегі айтып беретін. Бірақ Әлидің бір ғана сұрағы өзгермейтін: «Анашым, менің ағам, жоқ, інім қашан келеді?» Күләш оны бауырына басып: «Бір күні тағдыр жауықтырады, балам.
Өзі де соған сенгісі келетін. Ал Әмірдің өмірі қалада жалғасып жатты. Ол зерек болып өсті, кітап оқуды жақсы көрді. Сурет салуға ерекше қабілеті бар еді. Бірақ жыл сайын туған күні келгенде көңілі түсіп кететін. Неге екенін өзі де білмейтін. Жүрегі біреуді сағынатын, біреуді күткендей болатын. Бір күні Әмір ойыншықтарын жинап отырып, ескі ағаш мәшинені тауып алды. Бұл балалар үйінен ала келген жалғыз ойыншық еді. Ол мәшинені қолына алып ұзақ қарады. Кенет көз алдына көмескі бейне елестеді. Бір кішкентай бала, екеуі бірге күліп жүр, бір-бірінің қолынан ұстап алған. Бірақ бейне лезде жоғалып кетті. «Анашым, мен бұл баланы танимын ба?» деп сұрады ол. Мадина селк етіп бұрылды. «Қай баланы?» «Түсімде үнемі бір бала келеді, мені шақырады». Мадина жүрегін қолымен басты. Өткеннің ізі өшпегенін алғаш рет сезді. Ал жүздеген шақырым жерде Әли де сол түні дәл сондай түс көріп жатқан еді. Екі кішкентай бала гүлге толы алқапта қол ұстасып жүгіріп келеді. Бір кезде қою тұман түсіп, екеуін екі жаққа бөліп әкетеді. Әли айғайлап оянды. «Әмір!» Ол сол сәтте әлі білмейтін бір шындық бар еді. Тағдыр оларды айырғанымен, жүректерінен бір-бірінің орнын ешқашан өшіре алмаған. Жылдар бірінің артынан бірі өте берді. Әли 10 жасқа толды. Ауылдағы жұрт оны еңбекқор, сабырлы бала деп жақсы көретін. Таң ата салысымен әкесі Нұрланға көмектесіп, малға су беріп, шөп шабатын. Сабақтан да қалмайтын. Бірақ оның жүзінен бір мұң ешқашан кетпейтін. Бір күні мектепте мұғалім: «Балалар, бүгін менің отбасын деген тақырыпта шығарма жазасыңдар» деді. Балалар бірінен соң бірі жаза бастады. «Менің әкем, менің анам, менің інім». Ал Әлидің қолы жүрмеді. Ол ақ қағазға ұзақ қарап отырды. Соңында бір ғана сөйлем жазды. «Менің бір жерім үнемі бос сияқты». Мұғалім шығарманы оқып кетіп оқығарды. Сол күні кешке күләш: «Бірдеңе болды ма балам?» деп сұрады. Әли үнсіз отырып қалды. «Анашым, мен біреуді қатты сағынамын». «Кімді?» «Білмеймін, бірақ жүрегім біреуді іздей береді». Күләш оның шашынан сипады. «Кейде жүрек ақылдан бұрын бәрін сезеді құлыным». Сол уақытта қалада Әмір де өсіп келе жатқан. Ол мектептегі үздік оқушылардың бірі еді. Дегенмен сыныптастарының бәрінің бауырлары болғанда, оның көңілі құлыға азитын. «Сенің ағаң немесе інің бар ма?» деп сұрады бір күні досы. Әмір ойланып қалды. «Білмеймін». Досы күліп жіберді. «Ондайда бола ма?» Бірақ Әмірдің өзі де бұл сұрақтың жауабын білмейтін. Кешкісін ол үйдің қоймасынан ескі қорап тауып алды. Қораптың ішінде балалар үйінен қалған бірнеше зат бар екен. Солардың арасынан кішкентай көк түсті тоқыма тұмар шықты. Ол оны қолына алып ұзақ қарады. Жүрегі ерекше дүрсілдей бастады. Неге бұл зат маған сондай таныс? Дәл сол сәтте Мадина бөлмеге кіріп келді. Тұмарды көрген бойда өңі қашып кетті. «Мұны қайдан алдың?» «Қораптан». «Бұл кімнің тұмары?» Мадина үнсіз қалды. Көзінен жас ыршып түсті. Ол шындықты айтқысы келді, бірақ әлі ерте екенін түсінді. «Оны жоғалтып алма балам, ол саған өте қымбат естелік». Әмір анасының жүзіне таңырқай қарады. «Бұл естеліктің сыры неде?» Мадина терезеге қарап: «Бір күні бәрін білесің» деді. Ал сол түні ауылда Әли аспанға қарап жатып: «Егер сен бар болсаң, мен сені міндетті түрде табамын» деп сыбырлады. Ол кімге айтып жатқанын өзі де білмеді, бірақ дәл сол сәтте жүздеген шақырым алыста Әмір де көк түсті тұмарды жүрегіне қысып ұйықтап бара жатқан еді. Тағдыр екеуін бір-біріне баяу жақындатып келе жатты. Уақыт өз дегенін істеді. Жылдар сырғып өте берді. Әли мен Әмір 12 жасқа толды. Бір құрсақтан шыққан егіздер болса да, тағдыр оларды мүлде екі түрлі өмірге жетелеп бара жатты. Ауылдағы Әли таңғы 5-те оянатын. «Балам тұр, малға жем береміз» дейтін Нұрлан. Әли ешқашан ерінбейтін. Қойды өріске айдап, бұзауларға су беріп, мектепке асығып кететін. Мектептен кейін тағы да үйдің жұмысы, кешке дейін дамыл таппайтын. Бірақ ол ешқашан шағымданған емес. «Ер азамат еңбекпен өседі» деген сөзді Нұрлан жиі қайталайтын. Әли бұл сөзді жүрегіне жазып алғандай еді. Қаладағы Әмірдің өмірі басқаша болатын. Таңертең жүргізуші мектепке апарады. Мектептен кейін ағылшын тілі, жүзу, шахмат үйірмелері. Демалыс күндері ата-анасы саябаққа, киноға апаратын. Оның бәрі бар еді, бірақ бақыт толық емес сияқты көрінетін. Бір күні ауылда футбол жарысы өтті. Әли қарсылас команданың шабуылшысын қуып жетіп, допты тартып алды. Бүкіл ауыл қол соқты. «Жарайсың, Әли!» Сол сәтте оның көзі көрермендердің арасынан өзіне қатты ұқсайтын баланы іздегендей болды. Өзі де түсінбеді, кімді іздеп тұрғанын білмейтін. Ал сол күні қалада Әмір сурет байқауына қатысты. Оқушыларға «Отбасының суретін салыңдар» деген тапсырма берілді. Балалар әкесі мен анасын, бауырларын салып жатты. Ал Әмір қағаздың ортасына екі кішкентай ұлдың қол ұстасып тұрған суретін салды. Мұғалімі таңырқап қалды. «Бұл кімдер?»
Әмірі иығын көтерді. Білмеймін, бірақ мен оларды үнемі түсімде көремін. Мұғалім ұзақ үнсіз отырды. Кешке қарай сурет байқауының жеңімпаздары жарияланды. Бірінші орын Әмір. Үйге келген соң Мадина суретті көріп қатып қалды. Суреттегі екі баланың киімі де балалар еңбегі соңғы күндері киген киіміне қатты ұқсайтын. Мадина көз жасын жасырып, «Балам, мұны қайдан ойлап салдың?» деді. «Білмеймін, жүрегім солай салдырды». Мадина алғаш рет өзін кінәлі сезінді. Бәлкім, біз оның бауырын іздеуіміз керек шығар деген ой санасына келді. Бірақ Дәурен бұл әңгімені қозғауға қарсы болатын. Сол түні ауылда Әли ескі сандықты ақтарып отырып, анасының ауруханадан аман қалған жалғыз суретін тауып алды. Суреттің артында көмескі жазу бар екен. Әли мен Әмір, мәңгі бірге. Әли қайта-қайта оқыды. Әмір, бұл есім жүрегіне сондай ыстық естілді. Ол бірден Күләштің жанына жүгірді. «Анашым, Әмір деген кім?» Күләштің қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынды. Ол үнсіз қалды. Жылдар бойы жасырған шындықтың есігі енді ашыла бастаған еді. Күләштің қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынды. Үй ішін тыныштық басты. Әли болса суретті қолынан түсірмей тұр. «Анашым, Әмір кім?» Күләштің ерні дірілдеп кетті. Осы сұрақтан 10 жыл бойы қорқып жүрген еді. «Қайдан таптың бұл суретті?» «Сандықтан». Әли суретті созды. Артына жазылған сөздерді тағы да оқып шықты. «Әли мен Әмір, мәңгі бірге». «Анашым, неге мен ғана осындамын? Әмір қайда?» Күләштің көзінен жас аршып түсті. «Балам, сен кішкентай едің. Ол менің кімін?» Күләш енді жасыра алмайтынын түсінді. «Ол сенің егіз бауырың». Әлидің жүрегі тарс ете қалды. «Егіз бауырым?» «Иә, сонда ол тірі ме?» «Тірі. Қайда?» Күләш басын шайқады. «Білмейміз. Неге мені іздемеді? Ол кезде сендер тым кішкентай едіңдер. Неге бізді айырды?» Бұл сұраққа жауап беру Күләш үшін өте ауыр еді. Сендердің ата-аналарың жол апатынан қайтыс болды. Кейін екеуіңді балалар үйіне өткізді. Сол жерден әрқайсыңды әртүрлі отбасы асырап алды. Әли үнсіз тыңдап тұрды. Кенет оның көзінен жас парлап кетті. «Сонда мен жалғыз болмаған екенмін». Сол түні Әли ұйықтай алмады. Терезеден жұлдыздарға қарап ұзақ отырды. «Менің бауырым бар». Осы ой санасынан кетпеді. Ол есіне түсіруге тырысты, бірақ көмескі елестер ғана келетін. Кішкентай алақан, күлкі, бірге жүгірген екі бала. Сосын бәрі тұманға айналып кететін. Ал дәл сол кеште қалада да бір оқиға болды. Мадина үй жинап жүріп, ескі құжаттарды ақтарып отырды. Арасынан балалар үйінен берілген қағаз түсіп кетті. Қағаздың жоғарғы бұрышында «Әмір Ерланұлы, егіз бауыры бар» деген жазу анық көрініп тұрды. Мадина көзін жұмды. Ол осы құжатты талай рет көрген, бірақ бүгін жүрегі ерекше ауырды. Дәурен жұмыстан келгенде қағазды алдына қойды. «Мен енді үндей алмаймын». «Неге?» «Әмірдің бауырын табуымыз керек». Дәурен ауыр күрсінді. Жылдар өтті. Бірақ бауырлық сезім өткен жоқ. Егер бізді жек көрсе ше? Шындықты жасырып өмір сүргеннен гөрі ақиқатты айтқан дұрыс. Дәурен үнсіз қалды. Ол да ішінен осы күннің бір келетінін сезетін. Келесі күні мектептен келген Әли ауылдағы жалғыз ағаштың түбіне отырды. Қалтасынан суретті шығарып ұзақ қарады. «Әмір, егер сен мені естіп тұрсаң, мен сені міндетті түрде табамын. Қай қалада болсаң да. Қанша жыл өтсе де, мен сені іздеймін». Сол сәтте алыстағы қалада Әмір белгісіз сағынышпен көкжиекке қарап тұрған еді. Екеуі бір-бірінен жүздеген шақырым алыста болса да, жүректерінде бірдей сезім оянған болатын. Арада тағы 6 жыл өтті. Әли мен Әмір 18 жасқа толды. Бір қосақтан жаралған егіздер енді екі түрлі әлемнің адамында еді. Әли ауыл мектебін үздік бітіріп, аудан орталығындағы колледжге оқуға түсті. Сабақтан кейін құрылысқа барып жұмыс істейтін. Нұрлан мен Күләшке салмақ салғысы келмейтін. «Балам, өзіңді қинамаш» дейтін Күләш. «Сендер маған өмір сыйладыңдар. Енді мен сендерге тірек боламын» деп күлімсірейтін Әли. Ал Әмір қаладағы беделді лицейді тәмамдап, университетке грантпен түсті. Дәурен оны мақтан тұтатын. «Болашақта менің компаниямды сен басқарасың» дейтін ол. Бірақ Әмірдің арманы басқа еді. «Әке, мен адамдарға көмектесетін сәулетші болғым келеді. Балаларға арналған қауіпсіз мектептермен үйлес алғым келеді». Дәурен таңырқап қалды. Неге дәл балалар? Әмір бір сәт ойланып. «Білмеймін, жүрегім солай қалайды». Көктемнің бір күні облыс орталығында жастар форум өтті. Әртүрлі ауылдар мен қалалардан жастар жиналды. Әли де колледж атынан барды, Әмір де университет атынан қатысты. Екеуі бір ғимараттың ішінде жүрді. Бірнеше метр ғана ара қашықтық. Бірақ бір-бірін әлі көрмеді. Түскі үзілісте Әли дәлізбен асығып келе жатты. Дәл сол сәтте Әмір бұрыштан бұрылды. Екеуі соқтығысып қалды. Әмірдің қолындағы құжаттар жерге шашылып түсті.
Кешіріңіз, деді Әли еңкейіп. Ештеңе етпейді, деді Әмір. Екеуі қатар отырып қағаздарды жинай бастады. Бір сәтке көздері түйісті. Екеуі де үнсіз қалды. Бейтаныс адамның жүзі неге сонша таныс? Неге жүрек бір түрлі дүрсілдей жөнелді? Әмір алғаш болып тіл қатты. Біз бұрын кездескен жоқпыз ба? Әли жымиып. Жоқ сияқты. Қызық, сізді бұрыннан танитын адамдай сезіндім. Мен де. Екеуі бір-біріне тағы бір сәт қарап тұрды. Сол кезде жүргізуші Әмірді шақырып қалды. Әмір, жүр, кешігіп қалдық. Қазір. Әмір кетіп бара жатып, артына бір рет бұрылып қарады. Әли де соңынан қарап тұрды. Екеуі де түсінбеген бір сезімді жүректеріне алып, екі жаққа кетті. Кешке Әли үйге оралғанда ойынан әлгі жігіт кетпеді. Неге ол маған сонша ұқсас көрінді? Ал дәл сол уақытта Әмір де терезе алдында ойланып отырды. Оның жанары дәл менікіндей. Мадина ұлының көңілсіз отырғанын байқап, не болды балам деп сұрады. Бүгін бір жігітті кездестірдім. Сосын, білмеймін, бірақ оны бұрыннан танитындай сезіндім. Мадинаның жүрегі шым ете қалды. Ол іштей, жоқ, бұл жай ғана кездейсоқтық шығар деп өзін жұбатты. Бірақ тағдыр өз жібін баяу тартып келе жатқан еді. Екі бауыр алғаш рет бір-біріне қарады. Бірақ әлі ешқайсысы олардың бір ананың қосағынан туған егіз екенін білмейтін. Форум өткеніне бір ай болды. Бірақ Әлидің де, Әмірдің де ойынан сол кездесу кетпеді. Екеуі де күнделікті тіршілігімен жүргенімен, әлгі бейтаныс жігіттің жүзі көз алдарынан кетпейтін. Бір күні Әли колледж кітапханасында газет оқып отырды. Газеттің бірінші бетінде жастар форумы туралы мақала жарияланыпты. Мақаланың жанында қатысушылардың үлкен суреті тұр. Әли суретке үңіле қарап, кенет қатып қалды. Алдыңғы қатарда тұрған бір жігіт дәл өзі сияқты. Бұл қалай мүмкін? Ол суретті жақындатып қарады. Газеттің астына жас сәулетші Әмір Дәуренұлы деп жазылыпты. Әмір? Бұл есім жүрегін дір еткізді. Ол суретті қиып алып, қалтасына салып қойды. Сол күні кешке қалада Әмір де форумның суреттерін телефоннан қарап отырды. Кенет бір суретке көзі түсті. Өзімен сөйлескен ауыл жігіті, бет-әлбеті өзіне айнымай ұқсайды. Ол суретті қайта-қайта үлкейтіп қарады. Тізінен оның есімін іздеді. Әли Нұрланұлы. Әли. Бұл есім жүрегіне ерекше жақын естілді. Дәл осы есімді ол түсінде талай рет естігендей болды. Сол түні де баяғы түсі қайталанды. Гүлге толы алқап. Қолынан ұстап бірге жүгіріп келе жатқан бір бала. Бала артына бұрылып, «Әмір, тезірек!» деп күледі. Кенет қою тұман екеуін екі жаққа бөліп жібереді. Әмір шошып оянып кетті. Жүрегі қатты соғып тұр. Жоқ, бұл жай ғана түс емес. Таңертең ол ас үстінде үнсіз отырды. Мадина ұлының мазасыз екенін бірден байқады. Бірдеңе болды ма, балам? Анашым, мен сізбен маңызды нәрсе туралы сөйлессем бола ма? Әрине. Мен сізге бұрында айтқанмын ғой. Түсіме үнемі бір жігіт кіреді. Иә, форумда мен сол жігітті көрдім. Мадинаның өмі өзгеріп кетті. Оның аты Әли екен. Мен оны көрген сәтте жүрегім ерекше дүрсілдеп кетті. Оны бұрыннан танитындай болдым. Неге екенін түсінбеймін. Мадина үнсіз тыңдап отырды. Анашым, менің өмірімде сіз маған айтпаған бір құпия бар ма? Көзінен жас ашып кеткен Мадина жауап бере алмай қалды. Егер бар болса, өтінемін айтыңызшы. Мен ешкімді кінәламаймын, тек шындықты білгім келеді. Мадина терең күрсінді. Балам, мен саған бәрін айтамын, бірақ бүгін емес, әлі сәл уақыт керек. Әмір үнсіз басын изеді, бірақ сол сәтте ол өзіне бір уәде берді. Қандай жағдай болса да, ол Әлиді қайта табады. Ал ауылда Әли де форумнан күйіп алған суретке қарап отырды. Әмір, егер сен шынымен бар болсаң, мен сені міндетті түрде табамын. Екі бауыр бір-бірін іздей бастады. Ал тағдыр олардың кездесуіне санаулы қадам ғана қалдырған еді. Форум өткеніне 2 ай болды. Әли де Әмір де бір-бірін ұмыталмады. Екеуі де бір адамның ізіне түсіп жүргендей күй кешетін. Бір күні Әли облыс орталығына құжаттарын тапсыру үшін келді. Жұмысын бітіріп, аялдамаға қарай асығып бара жатқанда алдынан бір қыз жүгіріп шықты. Абайлаңыз, қыздың қолындағы құжаттары жан-жаққа шашылып қалды. Әли еңкейіп, қағаздарды жинай бастады. Сол сәтте қарсы беттен тағы бір жігіт жүгіріп келді. Қарындасым, жақсысың ба? Әли басын көтерді. Алдында тұрған жігітті көргенде жүрегі зу ете қалды. Бұл Әмір еді. Екеуі үнсіз бір-біріне қарап қалды. Сен, деді Әмір. Форумдағы жігіт. Иә, бірнеше секунд ешқайсысы тіл қата алмады. Қалайсың, деді Әмір күлімсіреп. Жақсы. Мен сені көп іздедім. Әли таңғалып қалды. Іздедің бе? Иә, неге екенін өзім де түсінбеймін. Маған сенімен тағы кездесу керек сияқты болды. Әли де күліп жіберді. Мен де дәл солай ойладым. Екеуі жақын жердегі саябаққа барып ұзақ әңгімелесті. Балалық шақтарын айтты.
Әли ауылдағы өмірін әңгімеледі, Әмір қаладағы өмірін баяндады. Сөз арасында Әмір кенет: «Сен туған күнімді білесің бе?» деп сұрады. Әрине, 14 мамыр. Әмірдің жүзі өзгеріп кетті. Мен де 14 мамырда туғанмын. Рас па? Иә. Екеуі үнсіз қалды. Бұл жай ғана сәйкестік шығар. Бәлкім, бірақ екеуінің де жүрегіндегі күмән күшейе түсті. Сол кезде Әмірдің қарындасы Айдана жүгіріп келді. «Аға, әкем хабарласып жатыр». Айдана Әлиге қарап таңданысын жасыра алмады. «Аға, мына кісі сізге қатты ұқсайды екен». Әли күліп: «Бізге бүгін бірнеше адам солай айтты». Айдана да күлімсіреді: «Тіпті егіз сияқтысыздар». Бұл сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Кешке Әмір үйіне келген соң бәрін Мадинаға айтып берді. «Анашым, оның туған күні де менімен бір күн екен. Жасы да бірдей, тіпті бәрі бізді егізге ұқсатады». Мадина орындыққа баяу отырды. Жылдар бойы жасырған шындық енді сыртқа шығуға жақын қалғанын сезді. «Балам?» «Иә, егер ертең мен сені бір жерге апарсам, барасың ба?» «Қайда?» «Балалар үйіне». Мадинаның бұл сөзін естіген Әмірдің жүрегі тарс ете қалды. «Неге?» «Өйткені сен іздеген жауаптың бәрі сол жерде». Әмір үнсіз қалды. Ертеңгі күн оның бүкіл өмірін өзгертетінін ол әлі білмейтін еді. Келесі күні таңертең Әмір ерте оянды. Түні бойы көз іле алмады. Мадинаның «Сен іздеген жауаптың бәрі сол жерде» деген сөзі санасынан кетпеді. Таңғы астан кейін екеуі көлікке отырды. Жол бойы үнсіз келді. «Анашым, біз қайда бара жатырмыз?» деп тағы сұрады Әмір. Мадина терезеге қарап отырып: «Бүгін мен саған көп жылдан бері айта алмай жүрген шындықтың алғашқы бөлігін көрсетемін» деді. Әмір ештеңе демеді. Жүрегі бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп тұрды. Бір сағаттан кейін көлік ескі ғимараттың алдына тоқтады. Темір қақпа, сары кірпіштен салынған 2 қабатты үй, алдағы әткеншек. Бәрі Әмірге бір түрлі таныс көрінді. «Біз мұнда бұрын келгенбіз бе?» деді ол. Мадина үнсіз басын изеді. «Иә». Қақпаның үстінде үлкен әріптермен «Облыстық балалар үйі» деп жазылып тұр еді. Әмірдің бойынан тоқ жүргендей болды. Ішке кіргенде оларды егде жастағы әйел қарсы алды. «Мадина?» деді таңырқап. «Гүлнәр апай». Екеуі құшақтасып амандасты. «Мынау Әмір ме?» «Иә». Гүлнәр апайдың көзіне жас келді. «Қандай азамат болып өсіпсің?» Әмір ештеңе түсінбей тұрды. «Сіз мені танисыз ба?» «Танимын балам, өте жақсы танимын». Олар директордың бөлмесіне кірді. Гүлнәр апай шкафтан ескі мұрағат қорабын алып шықты. Шаң басқан көк папканы үстелге қойды. «Біз бұл құжаттарды осы күнге дейін сақтап келдік». Әмірдің жүрегі тарсылдап кетті. Папканың сыртында Әмір Ерланұлы деген жазу тұр екен. Ол дірілдеген қолмен папканы ашты. Ішіне кішкентай кезіндегі суреттер шықты. Бірінші суретте өзі тұр, ал екінші суретте өзіне айнымай ұқсайтын тағы бір бала бар. Екеуі күліп қол ұстасып тұр. Әмір ұзақ үнсіз қалды. «Бұл кім?» Гүлнәр апай ауыр күрсінді. «Бұл сурет түсірілген күні сендер балалар үйіне жаңа келген едіңдер». «Сендер?» «Иә балам». «Сонда сен бұл жерге жалғыз келген жоқсың?» Әмірдің демі тарылып кетті. «Жоқ, бұл мүмкін емес. Сенің жаныңда үнемі бір бала болатын. Екеуің бір сәтке де айырылмайтынсыңдар. Тамақты бірге ішетінсіңдер, ойынды бірге ойнайтынсыңдар. Тіпті ұйықтағанда да бір-бірінің қолдарынан ұстап жататынсыңдар». Әмірдің көзінен жас тамып кетті. Көз алдына бала күніндегі көмеске елестер қайта келе бастады. «Ол кім?» Гүлнәр апай жай ғана. «Оның аты Әли». Осы есімді естігенде Әмір орнынан атып тұрды. «Форумдағы жігіт». «Иә». «Сонда ол...» Мадина көз жасын тия алмай. «Иә балам, ол сенің туған бауырың, егіз бауырың». Әмір орындыққа қайта отыра кетті. Құлағына ештеңе естілмей қалды. Жүрегінде тек бір ғана ой жаңғырып тұрды. «Мен оны таптым». Бірақ дәл сол сәтте ауылда Әли де өз өмірін түбегейлі өзгертетін телефон қоңырауын әлі күтпеген еді. Балалар үйінен шыққаннан кейін Әмір көлікте бір ауыз сөз айтпады. Көз алдынан Әлидің жүзі кетпейтін. «Ол менің туған бауырым». Осы ой санасын түгел билеп алған еді. Мадина үнсіз отырды. Ұлының көңіліндегі дауылды ол да сезіп келеді. Біраз жүрген соң Әмір ақырын ғана: «Анашым». «Иә балам». «Неге осы уақытқа дейін айтпадыңыз?» Мадина көз жасын сүртті. «Айтуға қанша рет тоқталдым, бірақ сені жоғалтып аламын ба деп қорықтым. Мен сізді ешқашан тастамаймын. Сіз мені өсірдіңіз, тәрбиеледіңіз. Сіз менің анамсыз, бірақ Әли де менің қаным. Мен оны табуым керек». Мадина үнсіз басын изеді. «Іздейік балам, екеуміз бірге іздейік».
Сол күні Гүлнар апай балалар үйіндегі мұрағаттан Әлидің асырап алынған кездегі құжаттарының көшірмесін тауып берді. Құжатта ауылдың атауы мен Нұрланның байланыс нөмірі жазылған еді. Әмірдің қолы дірілдеп кетті. Демек, мен оған қоңырау шала аламын. Иә, деді Гүлнар апай, бірақ асықпа. Мұндай жаңалықты естіген адамға да уақыт керек. Ал дәл сол уақытта Әли ауылда қораның шатырын жөндеп жүрген. Кенет телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло? Бірақ ар жақтан ешкім сөйлемеді, тек біреудің ауыр тынысы естілді. Алло, тыңдап тұрмын. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын белгісіз жігіттің дауысы шықты. Әли, бұл сенсің бе? Әли селк ете қалды. Иә, ал сіз кімсіз? Ар жақтағы адам үнсіз қалды. Дауысы дірілдеп кетті. Менің атым Әмір. Әлидің қолындағы телефон жерге түсіп кете жаздады. Жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Әмір? Екеуі де үнсіз қалды. 20 жылдан астам уақыт бойы бір-бірін іздеген екі бауырдың алғашқы әңгімесі дәл осылай басталды. Сен шынымен тірісің бе? Иә, мен сені таптым, аға. Әлидің көзінен жас парлап кетті. Ол сөйлей алмады. Телефонды кеудесіне қысып үнсіз жылады. Ал ар жақта Әмір де көз жасын тыя алмады. Бұл олардың айырылғаннан кейін алғаш рет бір-бірінің дауысын естуі еді. Мен сені көргім келеді, деді Әмір. Мен де. Ертең кездесейік. Қайда? Балалар үйінде. Біз айырылған жерде қайта кездескім келеді. Әли көз жасын сүртіп. Жарайды, ертең кездесеміз, бауырым. Телефон тұтқасы қойылғанымен екеуі де сол түні ұйықтай алмады. Екеуінің де жүрегінде бір ғана ой болды. Ертең мен бауырымды құшақтаймын. Ертеңге таң атпай-ақ Әли жолға шықты. Түні бойы көз ілмеді. Көңілінде қуаныш та қорқыныш та бар. Егер мені танымай қалса ше, егер бәрі түс сияқты болып шықса ше, осы ойлар маза бермеді. Нұрлан көліктің кілтін ұсынып, бар балам, қанша жыл күткен күнің бүгін шығар деді. Күләш болса ұлын құшақтап, бауырынды көргенде біз үшін де құшақтап қой деп көз жасын сүртті. Ал қалада Әмір де жолға жинал жатты. Мадина оның жейдесінің жағасын түзеп тұрып, балам, бүгін сенің өміріндегі ең бақытты күн болсын деді. Рахмет, анашым. Егер сіз мені сол кезде асырап алмағаныңызда, мен бүгінгі Әмір болмас едім. Мадина көз жасын тыя алмады. Бақытты бол, құлыным. Түс ауа екеуі балалар үйінің алдына келді. Ескі темір қақпа. Бала күндері бірге ойнаған аула. Жылдар өтсе де бәрі сол күйінде тұрғандай. Әли қақпа алдында үнсіз тұр. Сол сәтте қара түсті көлік келіп тоқтады. Көліктен Әмір түсті. Екеуі бір-біріне қарап қатып қалды. Ешқайсысы сөйлей алмады. Араларында бірнеше ғана қадам. Бірақ сол бірнеше қадамның арасында 20 жылдан астам сағыныш жатқан еді. Әмір ақырын ғана: аға. Әлидің көзінен жас ыршып кетті. Әмір. Келесі сәтте екеуі бір-біріне қарай жүгірді. Қатты құшақтасты. Ешқайсысы құшағын жібергісі келмеді. Екеуі де үнсіз жылады. Балалар үйінің қызметкерлері Нұрлан, Күләш, Мадина мен Дәурен бәрі көздеріне жас алды. Гүлнар апай ақырын ғана: міне, құдайым, осы күнді де көрсеттік деді. Біраздан кейін Әмір күлімсіреп: есіңде ме? Сен кішкентай кезінде ойыншық машинеңді ешкімге бермейтін едің. Әли таңы қап қалды. Сен оны қайдан білесің? Себебі мен үнемі сенің жағында болатынмын. Әли күліп жіберді. Ал сен тәтті көрсең, менімен бөлісетін едің. Екеуі бір-біріне қарап тағы күлді. Ұмытылған естеліктер біртіндеп орала бастады. Кешке қарай бәрі балалар үйінің ауласындағы орындықтарға отырды. Әли Мадинаның жанына келді. Апай. Жоқ. Анашым. Мадина таңырқай қарады. Сіз менің бауырымды аман сақтап, жақсы адам етіп өсірдіңіз. Мен сізге өмір бойы ризамын. Мадина көз жасына ерік беріп Әлиді құшақтады. Рахмет, балам. Сол кезде Әмір де Күләш пен Нұрланның алдына келді. Сіздер де Әли ағамды өз балаларыңыздай өсірдіңіздер. Мен сіздерге де қарыздармын. Нұрлан оның иығынан қақты. Сен де біздің баламысың. Есігіміз саған әрқашан ашық. Күн батып бара жатты. Екі бауыр балалар үйінің ауласында қатар тұрды. Күннің қызыл сәулесі екеуінің жүзін бірдей нұрландырып тұрды. Әли үнсіз көкжиекке қарап: бізді тағдыр айырды. Әмір сөзін жалғады. Бірақ жүрегіміз ешқашан айырылған емес. Екеуі үнсіз күлімсіреді. Бірақ оларда әлі бір маңызды іс күтудандан еді. Олар ата-аналарының қабіріне барып, көп жылдан бері айтылмай қалған сөздерін айтуға бел буды. Арада бірнеше күн өтті. Әли мен Әмір күн сайын сөйлесетін болды. 20 жылдан астам уақыттың орнын бірнеше күнде толтыру мүмкін емес еді. Сондықтан екеуі бала күннен бастап өткен өмірлерін бір-біріне айтып шығатын. Бір күні Әмір: аға, бүгін бір жерге бірге барайықшы деді. Қайда? Әке мен анамыздың жанына. Әли үнсіз басын изеді.
Бұл күннен екеуі де көптен бері қорқып жүрген. Түске қарай олар зиратқа келді. Жанында Мадина, Дәурен, Нұрлан мен Күләш те бар еді. Екі бауыр ата-анасының суреті қашалған құлпытастың алдына келіп тоқтады. Бірнеше секунд ешкім сөйлеген жоқ. Әли тізерлеп отырып, құлпытастағы жазуды саусағымен сипады. Әке, анашым. Көзінен жас сорғалап кетті. Біз кешігіп келдік, бірақ біз қайта қауыштық. Әмір гүл шоғын қойып, сіздер бізді бірге өсіре алмадыңыздар, бірақ біз бір-бірімізді таптық. Енді ешқашан айырылмаймыз. Екеуі ата-аналарына дұға бағыштады. Жел баяу ғана есіп тұрды. Сол сәтте екеуінің де жүрегі жеңілдеп қалғандай болды. Зираттан шыққан соң Әмір көлікке отырмады. Ол Нұрлан мен Күләштің жанына келді. Әке, ана. Екеуі таңырқай қарап қалды. Егер рұқсат етсеңіздер, мен сіздерді де осылай атағым келеді. Күләш көз жасын тия алмай Әмірді құшағына басты. Біз бұны көптен күткенбіз, балам. Нұрлан да оның иығынан қақты. Біздің жүрегімізде сенің де орның бар. Әли болса Мадина мен Дәуренге жақындады. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Егер бауырым сіздердің қолдарыңызда өспегенде бүгінгі жақсы адам болмас еді. Дәурен алғаш рет Әлиді құшақтап. Біз бір ғана баланы асырап алдық, бірақ бүгін екі ұл тапқандай болып тұрмыз. Әлидің көзіне жас келді. Енді біз бәріміз бір отбасы боламыз. Сол кеште екі отбасы алғаш рет бір дастархан басына жиналды. Әңгіме айтылды, күлкі естілді. Кейде көзге жас та келді. Бірақ бұл жолғы жас мұңның емес, қуаныштың жас еді. Әли дастархан басында бауырына қарап күлімсіреді. Біз айырылған жылдарды қайтара алмаймыз. Әмір басын изеді. Бірақ қалған өмірімізді бірге өткізе аламыз. Сол сәтте бәрі үнсіз келісті. Тағдыр оларды айырған еді. Ал енді өмір оларды мәңгілікке қайта табыстырған болатын. Арада бір жыл өтті. Бүгінде Әли мен Әмір бір-бірінен ажырамайтын болды. Аптасына кем дегенде бір рет кездесетін, күн сайын телефонмен сөйлесетін. 20 жылдан астам уақыт жоғалтқанымен, қалған өмірлерін бірге өткізуді мақсат етті. Бір күні Әмір Әлиге: «Аға, балалар үйіне барып айтайықшы» деді. «Неге? Біз сияқты балалар әлі де сол жерде өмір сүріп жатыр. Оларға үміт сыйлағың келеді». Әли бірден келісті. Балалар үйінің ауласына кіргенде, кішкентай балалар қуана жүгіріп шықты. Гүлнәр апай оларды көріп, жылы жымиып қарсы алды. «Сендерді осылай бірге көремін деп армандап едім. Сол арманыңыз орындалды, апай», деді Әли. Олар балалармен бірге ойын ойнап, кітаптар мен ойыншықтар сыйлады. Бір кезде 7 жас шамасындағы кішкентай бала Әмірдің қолынан ұстап: «Аға, мен де бір күні ағам іздеп келе ме?» деп сұрады. Әмірдің жүрегі шым ете қалды. Ол баланың жанына тізерлей отырып: «Келер інім, үмітіңді ешқашан үзбе. Кейде тағдыр адамдарды уақытша ғана айырады». Бала жымиып басын изеді. Сол күні кешке Әли мен Әмір маңызды шешім қабылдады. «Біз тек келіп кетіп жүрмейік», деді Әли. «Иә, басқа балаларға да көмектесейік», деді Әмір. Екеуі жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қолдау көрсететін қайырымдылық қорын құрды. Қордың атауын ұзақ ойланбастан «Бір жүрек» деп атады. Өйткені қанша жерден бөлек өссе де, олардың жүрегі әрқашан бірге соққан еді. Қордың ашылу салтанатына екі отбасы да келді. Нұрлан мен Күләш алдыңғы қатарда отырды. Мадина мен Дәурен олардың қасында күлімдеп отырды. Гүлнәр апайдың көзінен тағы да қуаныштың жасы ақты. Сөз кезегі Әлиге берілді. «Біз бүгін осы жерде тұрғанымыз үшін Аллаға шүкір етеміз. Бізді өмір айырды, бірақ үміт қайта қауыштырды. Сондықтан әрбір бала махаббатқа, қамқорлыққа және отбасыға лайық». Көпшілік ұзақ қол соқты. Содан кейін Әмір микрофон алды. «Егер өмірлеріңізде қиындық болса, ешқашан үміттеріңізді жоғалтпаңыздар. Мен де бір кездері бауырымды тек түсімде ғана көретінмін, ал бүгін ол менің жағымда тұр». Әмір сөзін аяқтағанда Әлидің өғына қолын қойды. Екеуі бір-біріне қарап күлімсіреді. Күн батып бара жатты. Екі бауыр ата-аналары жатқан зиратқа тағы бір рет соқты. Әли ақырын ғана: «Әке, анашым, біз аманбыз». Әмір сөзін жалғады: «Біз енді ешқашан айырылмаймыз». Самал жел баяу ғана есіп өтті. Екеуі мұны ата-анасының ақ батасындай қабылдады. Қол ұстасқан кие зираттан баяу шығып бара жатты. Енді оларды ешқандай тағдыр, ешқандай қашықтық ажырата алмайтын еді. Назарларыңызға рахмет. Оқиғамыз сізге ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа әрі әсерлі әңгімелер дайындауға үлкен шабыт береді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.